күллі нәрседен ажырап, жаңағы оңаша қалу. Сөйтіп оңаша жаңағы Алла Тағаланың жаратқан нәрселерінде тәфәккур жасайды. Ойлану деген. Сөйтіп ең бірінші құлшылық, құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзде жасағаны ол ойлану екен. Өзі мысалы андай бір аят түскен Али Имран сүресінде. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахари ла аят ли улил албаб. Соңғы беттерінде айтылған Али Имран сүресінің расында көктер мен жердің жаратылысында, сондай-ақ түн мен күндіздердің ауысуында белгілер бар дейді. Белгілер бар. Алла Тағаланың жалғыздығына сілтеп тұрған, құдіретіне, босқа жаралмағанға, яғни жетеді белгілер. Улил әлбаб, ақыл иелері үшін дейді. Тек ақыл иесі болса адам, мына белгілер көрініп тұр дейді. Бұлар сілтеп тұр дейді. Сол ақыл иелері деген кімдер деген кезде, әллазина яскурун Аллаха, олар Алла Тағаланы еске алушылар дейді. Олар Алла Тағаланы еске алады қияман ва қуғудан ва аля джунубихим. Олар түргеп тұрып та еске алады дейді. Отырған кезінде де еске алады дейді. Жамбастап жатса да еске алады дейді. Ақыл иесінің жұмысы өзі осындай екен, зікір екен. Қараңыздар қандай. Ақыл иелері еске алады дейді. Осы үш бейнеде де ол ажырамайды дейді еске алудан. Сосын айтады: "Ва ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард." Алла Тағаланы еске алып жатады да, "Я Алла" деп еске алып жатады да, ана көктер мен жердің жаратқан, Алла Тағала жаратып қойған көктер мен жерге қарайды да ой жүгіртеді дейді. Ятафаккаруна, пікірлейді. Пікірлеп ойланған кезіндегі шығатын нәтиже сөзіне қараңыздар. Роббана ма халақта хаза батилан. Раббым, сен аны босқа жаратпадың ғой. Қараңыз. Субханака, сен пәксің. Фақина азабын нар, тозақ азабынан сақтай көр. Ақылдың жұмысын қараңыздар да. Ақыл иелері еске алады Алла Тағаланы және ойланады. Және ойланғаннан кейін ауыздарынан сондай сөз шығады дейді.